Сәлем достар, бүгін сіздермен ақылы тұратын ешкімде және ешқайда жоқ лакумканың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа салқын су, қант және тұзды қосып, қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң сұйық майды және де ерітілген сары майды қосып, оның үстінен ұн және ашытқыны қосып, жақсылап жұмсақ тесто дайындайтын боламыз. Мінекей тесто дайын болды, осындай жұмсақ болып шығады. Енді оның бетін пищевой пленкамен жауып, 2 сағатқа міндетті түрде жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары майды венчикпен жақсылап араластырып, оның үстінен қоюлатылған сүтті жаймен қосып, начинка дайындап аламыз. Осы аралықта тесто да көтеріліп дайын болды. Енді тестамыз бірдей болу үшін мұнда мен 90 немесе 100 грамм етіп бөлшектерге бөліп алдым. Сіздер де осылай жасасаңыздар, жұмыстарыңыз әлде қайда жеңілдейді. Енді бөлшектерді орташа қалыңдықта жайып алып, бір-біріне беттестіреміз. Сонан соң противенге орналастырып, противеннің бетін ауа кірместей етіп жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Міне тесто көтеріліп дайын болды. Енді оған жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20-30 минутқа пісіреміз. Ал достар, лакумканың тестосы дайын болды. Қараңыздар, жұмсақ болып шықты. Енді оның осылай ортасын кесіп, начинкасын орналастырамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп, әсемдеп, дастарханға дәм істеуге тарту етсеңіздер болады. Сіздермен болған Өмірбек Ағырке. Каналға міндетті түрде жазылып алыңыз.